Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда біз жасөспірім және заңдылық атты 7-ші бөліммен танысып жатырмыз. Балалар, бұл бөлімде біз жасөспірімдерге байланысты әлеуметтік, қоғамдық тақырыптармен танысатын боламыз. Және де жасөспірімдердің тамақтану, киіну ерекшеліктерін талқылаймыз. Жасөспірімдердің бос уақытын қалай өткізетіні жайында өзіміздің пікірлерімізді білдіреміз. Және жасөспірімдер мен үлкендер арасындағы келіспеушіліктің туындау себептерін анықтаймыз. Сонымен бірге жай сөйлемдердің айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшеліктерін меңгеретін боламыз. Балалар, дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді және сабақтың тақырыбын жазуларыңызды сұраймын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы уақытты қадірлеу жасөспірім үшін заңдылық. Алдымен мынандай сұрақтарға өзіміздің пікірлерімізді білдіріп көрелік. Жасөспірім шақтағы ең ауыр әрі маңызды шақ қай кезең? Екінші сұрақ: қазіргі кезде жасөспірімдер үшін уақытты үнемдеудің пайдасы бар ма? Келесі сұрақ: жасөспірім шақтағы ең қиын қай кезең деп ойлайсыздар? Балалар, осы сұраққа 3 минут көлемінде жауап беріп көріңіздер. Ендігі уақытта жаңа тақырыпқа көз жіберіп көрелік. Балалар, сіздердің назарларыңызға Абай Құнанбаевтың және Алмас Темірбайдың өлеңі беріліп отыр. Уақыттың шықылдағы емес ермек. Сағаттың шықылдағы емес ермек, хәмеша өмір етпек, ол білдірмек. 1 минут бір кісінің өміріне ұқсас, өтті, өлді, тағдыр жоқ, қайта келмек. Сағаттың өзі ұры шықылдаған, өмірді білдірмеген, күндер ұлаған. Тиянақ жоқ, тұрлау жоқ, келді кетті, қайта айналмас бұрылмас, бұлдыр заман. Өткен өмір белгісі осы сыбдыр, көңілді күнде сындыр, әлде тындыр. Ақыл анық байқаған қылығыңды, қушыққан сып қағасың, босқа бұлдыр. Күн жиылып, ай болды, 12 ай жыл жиылып қартайып қылғаны бұл. Сүйенген сенген дәурен жалған болса, жалғаны жоқ бір тәңірім, кеңшілік қыл. Енді Алмас Темірбайдың Уақыттың қадірі атты өлеңмен танысып көрейік. Уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ. Адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ. Өзіңді өзің алдама, уақытты салма саудаға. 24 сағат берді Алла балаға, кемпір шалға да. Өткізе бермей жай ғана, уақытты жарат пайдаңа. 24 саған тең уақыт берілген кедей байға да. Уақытты жарат пайдаңа, қолыңды босқа байлама. 24 сағат сенде де, 24 сағат байда да. Осыған досым не дейсің, өзіңді кімге теңейсің? Уақытың бірдей онеге, анау бай, ал сен кедейсің. Мейірімін төгіп саған да мүмкіндік берді хақ Алла. Денсаулық пенен уақытты берген ғой тегін адамға. Неге біз ұмытып кете береміз? Денсаулық пенен уақыттың қадірін білмей келеміз. Оңымнан туып тұрсайым, уақытты дұрыс жұмсайын. Несие уақыт берілген 24 сағат күн сайын. Осы бір мысал жетпей ме, ойыңа әсер етпей ме? Бір күннің 8 сағаты ұйқыға ғана кетпей ме? 8-ақ сағат не тегі, дейсің бе уақыт жетеді. 12 айдың 4 айы ұйқымен сонда өтеді. Енді бірінші тапсырманы орындап көрейік. Берілген сұрақтарға жауап беріңдер. Әрине, бұл тапсырманы орындау үшін біз жаңағы Абай Құнанбаевтың және Алмас Темірбайдың өлеңдері арқылы орындаймыз.
Бірінші сұрақ. Сағаттың өзі ұры шықылдаған, өмірді білдірмеген, күнде ұрлаған деген жолдарды қалай түсінесіңдер? Балалар, екі өлеңнің ұқсастығы қандай? Үшінші. Адам неліктен уақытты бағалы санайды? Балалар, бұл тапсырманы орындау үшін сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Ендеше сәттілік. Балалар, бүгін біз сұраулы сөйлеммен танысамыз. Сұраулы сөйлем дегеніміз жауап алу мақсатымен сұрай айтылған сөйлем. Сұраулы сөйлем мынандай жолдармен жасалады. Яғни, сұраулық шылауларының қатысу арқылы. Ол қандай сұраулық шылаулар? Ма, ме, ба, бе, па, пе. Мысалы, Балтабек деген жігіттің үйін білесіз бе? Бұл Сәбит Мұқановтың шығармасынан үзінді. Сөйлем алынып отыр. Келесі, сұрау есімдіктерінің қатысу арқылы жасалады. Мысалы, күйігің не? О не деген сөзің? Сенде қандай күйік болушы еді? Одан кейін ғой, ше шылауларының шығар, болар деген сөздерінің қатысу арқылы жасалады. Мысалы, балалар пойызы осы ғой, балалар пойызы осы шығар. Балалар пойызы осы болар. Асан үйінде екен, Қалима ше. Енді екінші тапсырма. Абайдың уақыттың шықылдағы емес ермек өлеңіндегі ойды сұраулы сөйлеммен жазыңдар. Мысалы, сағаттың шықылдағы нені білдіреді? Әр қарай өзіміздің ойымызды сұраулы сөйлем арқылы білдіріп көрелік. Бұл тапсырманы орындауға сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Келесі тапсырма. Өлең мазмұнын сұраулы сөйлемдерге айналдырып, көшіріп жазыңдар. Сұраулы сөйлемдердің жасалу жолдарын түсіндіріңдер. Әзілхан Нұршайықовтың өлеңі. Бос уақытың болса егер, кітапқа да көзін сал. Ол рухани бір табыс, оны дағы есің ал. Ұйқастырған ойларды осылай деп түйемін. Оқушы ма, кәрі жас, ақ басымды иемін. Рухын бай болмасаң, оңалмайсың, оңбайсың. Ақылың арың бар болса, азбайсың да, тозбайсың. Өмірдің кейбір кездерін сізге сөз ғып ұсынған. Кешегі жас жауынгер, бүгінгі қарт Әзілхан. Яғни сіздер осы өлеңнің мазмұнын сұраулы сөйлемге айналдырып жазасыздар. Төртінші тапсырма. Сұраулы сөйлемдерді қатыстырып, балалық шақтан болашаққа тақырыбын басшылыққа ала отырып хат жазыңдар. Үлгі ретінде оқулықтың 173 бетіндегі Ғалым Боқаштың хатын пайдаланыңыз. Хаттың көлемі 120-140 сөзден тұруы шарт. Кері байланыс 3-2-1 деп аталады. Яғни сабақтағы 3 маңызды ақпаратты, сабақта қиындық келтірген 2 мәселені, сабақта ұнаған 1 аспектіні айтыңыздар. Балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.